Ассалаумағалейкум ағайын, назарларыңызда 100-ші шанақтағы Toyota Mark II. Бұлайша айтқанда, жапондық BMW деп жатады, жапондық Samurai деп жатады. Соңғысымен мен келіспеймін. Неге? Өйткені хабар барысында толығырақ айтатын боламыз. Бүгін біз осы көлікті талқылайтын боламыз. Жалпы осы темір тұлпарды сатып алғанда қандай жерлеріне мән беру керек, нендей минустары бар, қандай жақсы жерлері бар, барлығын хабар барысында айтатын боламыз. Ендеше бізбен бірге болыңыздар. Toyota Mark II 100-ші шанақта, бұлар 1996 жылдан 2000 жылға дейін шығарылды. 98-ден бастап рестайлингтері кетті, яғни толық жабдықталу болды. Ал бүгінгі бізде 100-ші шанақтағы 97-ші жылғы Toyota Mark II. Енді өздеріңіз байқағандай, дизайнерлер 90-шы шанақтан қарағанда өте қатты өзгеріс енгізбеген, алдыңғы, артқы шамдары ғана үлкейген, яғни бизнес классқа өткен секілді менің ойымша. Ал қалған жерлері ұзындығы, яғни көлемі, шанақтың салмағы барлығы өзгеріссіз қалған секілді. Трансмиссиясына келетін болсақ, ең бір әлсіз жері алдыңғы артқы шарыбайлар екен, яғни ол сайманды уақытылы ауыстырмаса, шарыбай кетсе, үстіңгі немесе астыңғы дөңгелегіңіз жантаяды. Жантайған кезде сәйкесінше мына қырыңыз зақымданады. Ал артқы шарыбайлар кететін болса, онда мүлдем екі есе сізге қиындық туғызуы мүмкін. Өйткені Құдай сақтасын, үлкен жылдамдықпен келе жатқан кезде шарыбай ұшып кететін болса, онда артқы приводтармен қосып жұлып алуы мүмкін. Сондықтан да осы аталған сайманды уақытылы ауыстырып тұрған абзалырақ. Трансмиссиясында басқа шарыбайлардан басқа қиындық туғызбайды, яғни барлығын үйде ауыстыруға болады. Бағалары да базарда қолжетімді. Енді бұл көліктің ең бір жақсы жеріне келетін болсақ, бұл көлікте қозғалтқыштары ең бірінші кезекте бағаланады. Дәл мұна көлікте 2,5 кубты қозғалтқыш тұр, VVTi жүйесі орнатылған. VVTi 20 аттың күшін қосымша беретін болады. Сонымен қатар 100-ші шанақта 2 және 3 кубты қозғалтқыштар енгізілді. Ең бір қызығы, 3 кубты қозғалтқыш алатын болсаңыз, ондағы бір сізге проблема тудыратын мәселе, мына жерде олардың тежегіші мынандай вакуумды болмайды. Яғни ол жерде барлығы электронды түрде, яғни оның ішіне блок ABS-іңіз кіреді, және де трекшн бақылауыңыз бар, қысқы режим, спорт режим барлығы электронды түрде жұмыс істейтін болады. Сондықтан да егер ол аталған жаңағы сайман істен шығатын болса, Қазақстанда шамамен ол 100 000 теңгеге жөнделуі мүмкін. Сондықтан да қозғалтқышын көлемі 3 темір тұлпарды алатын кезде әбден осыған мән беру керек. Кейбір сатушылар осы көлікті қозғалтқышы 3, бірақ осындай вакуумды, қарапайым вакуумды тежегішті қойып қояды. Ол кезде жаңағы блок ABS-теріңіздің барлығы, трекшн бақылаудың барлығы істемейтін болады. Яғни қозғалтқышы көлемі 3, қарапайым Жигули болып қалады. Сондықтан да өте абай болған дұрыс. Ал мына көлікте жаңа өзім айтып өткендей, қозғалтқышын көлемі 2,5. Бұл қозғалтқыштарды миллионник деп жатады көбісі. Яғни сұйықтықтардың барлығын дер кезінде ауыстырып тұрса, менің ойымша кез келген қозғалтқыш миллион шақырым жүре алады. Сондықтан да ол әр адамның өзіне байланысты деп ойлаймын. Сонымен қатар жаңағы қозғалтқышын көлемі 3-тегілерде олар сырт келбеті осы 100-ші шанаққа ұқсағанымен, шанақтың нөмірінде міне JZX 101-ден басталады. Сондықтан да өте абай болған дұрыс. Тағы да бір мәселе, міне мына көліктің иесі мынандай темір алып жүреді өзімен бірге. Неге десеңіздер, бұның мына капот ұстап тұратын міне мынаусы, бұларда ауруы тез кетіп қалады. Қыстың күні мүлдем ұстамауы мүмкін. Сондықтан да Toyota Mark II-лерде көбінесе осындай таяқ немесе темір ұстап жүреді. Жүк салғышы седанға енді кішкентай секілден менің ойымша, өйткені өте қатты дәу емес және өте қатты кішкентай емес. Пайдалы кеңес, егер осы көлікті алатын болсаңыздар, міне мынаның барлығын бұлай ашып қараған дұрыс. Егер бұрынғы иесі тиянақты, ұқыпты болса, міне бүкіл саймандардың барлығы орнында болады. Ол бір. Екіншіден, бұл Toyota Mark II-лерде көбінесе мынау
сол жақ артқы қырынан соққы келеді, өйткені өздеріңіз білесіздер, оң жақ рөлді көлікті озам деген кезде, мына екінші жолаққа шыққан кезде көбінесе осы жерлерден соққы қатты болады. Мынадан бастап артқа есікке дейін жүк салғышты ашып, мына ішінің барлығын қарап алған абзал. Шлаклюк жағылатын болса, ол тіптен жаман болады. Енді мына көлік толықтай боялған, бірақ мына жерлері ең бірінші аман. Жүк салғышы осымен болған секілді. Ал салонына келетін болсақ, бұл жерде енді жапондықтар ештеңкені жүргізушіден аямаған, жүргізушіге барлық жағдайды жасап қойған. Ең бірінші енді мен тоқталғым келіп тұрғаны бұның қорабы қарапайым 4 сатылы. Мына жерде қысқы режим бар, және қысқы режимді өшіріп қоюға болады. Егер сіз дрифтті жақсы көретін болсаңыз, артын айналдырып, кез келгенді жарысқа шақырып жүретін болсаңыз, осы қысқы режимді өшіріп қоясыз, жарыса бересіз. Енді кез келген 124 Мерседес, жаңағы 210 шанақтағы Мерседестерді бұл шаңғаптырып кететін көлік деп айтуға болады. Енді салонына келсек, барлығы қоңыр түсті, салоны қоңыр түсті. Артық ештеңкесі жоқ. Салонның материалының өзі сапалы материалдардан жасалған байқауға болады. 2014-15 жылғы Ресейдің жаңа көліктерінен қарағанда, осы Toyota Mark 2-ның өлігі артық деп жатады көп Mark 2 айдайтын жүргізушілер. Енді бұл жерде айтып тұрмын ғой жаңағыдай, жүргізушіге барлық жағдай жасалған, климат контролінің өзі барлығында батырмамен айналарды ауыстыруға болады, және де енді жаңа қозғалтқыштың көлемі 3-те, мына жерде қысқы режим, соның жанында трекшн бақылауы болады, мына жерде. Одан кейін жаңағы спорттық режимдері болады. Артқы жағы енді менің бойым 175, ал жүргізуші де өзіне ыңғайлы қылып жасап алған секілді. Артыда алыс жолға ыңғайлы, бірақ енді шынын айту керек, 2 адам ғана отырса, бұл жерде емін-еркін демалып баруға болады. Ал егер енді 3-ші адам отыратын болса, енді кішкене ыңғайсыздық туғызуы мүмкін. Бұл жерде де барлығы қарапайым, қоңыр түсте, шынтақтап отырсаңыз да болады. Бұл жерде көбісі мақтайды, жаңағы дыбысы өте жақсы Mark 2-лердің. Егер зауыттан шыққан магнитофон тұратын болса, артта 2 колонка бар, динамик бар. 2 шетте де 2 динамик, алдында да 2 динамик бар. Енді 2 адамға шынын айту керек, өте ыңғайлы. Салонда тағы да бір айта кетерлігі, мына рөлде жапондықтар өте ыңғайлы қылып жасаған, өздерінің бойлары кішкентай болғаннан кейін ба, осындай шешімдерді қабылдаған. Рөлі алдыға, артқа және үстіге, астыға қарай жүргізушіге ыңғайлы қылып жасауға болады. Содан кейін жапондықтар қауіпсіздікке аса мән берген, өйткені қазір сағатына 20 шақырым жылдамдыққа жеткеннен кейін автомат түрде есік құлыптанады. Бұның өзі бір ыңғайлылық туғызады, яғни алаңдаусыз баланы көлікте алып жүруге болады. Жапондықтар осы 100-ші шанаққа өткен кезде мына терезелердің барлығын аркасыз қалдырған. Бұның өзі мына ішкі жаңағы жүйелердің барлығы кеткен кезде 120, 140, 160-қа апарған кезде мына осы тесіктерден жағымсыз дыбыстар шыға бастайды, гуілдеген. Сондықтан да білмеймін, менің ойымша жапондықтар осы жерде кішкене қателескен секілді. Ал енді 110-ші шанақтағы Mark 2-лердің барлығы енді аркамен жасалына бастады. Менің ойымша тек осы жер ғана минус. Қалған жерлерінде енді өздеріңіз көрдіңіздер, бағасын бересіздер. Енді Toyota Mark 2-лер қалада өте жылпоз, өте жылдам жүреді. Мына 2-5 қозғалтқыш мына шанаққа өте жақсы шығарылған. Енді қалада бензин 11-12 жейді, бұл қыстың күні. Ал енді алыс жолда кондиционермен шамамен 10 литр жейді екен. Енді бұл Toyota Mark 2-лердің бір жақсы жері десек те болады. Мен бұл көлікті мақтап жатқан жоқпын, тек қана жақсы, жаман жерлерін айтып жатырмын. Сондықтан да таңдау өздеріңізде.
Құрметті көрермендер, мен енді көлік сарапшысы емеспін, сондықтан да мен тек өз бар білетінді осы жерге, осы хабарда айттым. Сондықтан да біздің арнаға жазылыңыздар. Авто өмір арнасы бұл бірінші шығарылымы, әлі алдағы уақытта да талай көліктерді талқылайтын боламыз, қарайтын боламыз. Сондықтан да біздің арнаға жазылыңыздар, пікір қалдырыңыздар. Сыннан сынбайтын адамдармыз, сыннан нәтиже шығаруға тырысамыз. Сондықтан да арнаға жазылып, бас бармақпен бағаларыңызды беріңіздер.